Біз дінді мешітке қамап қойдық. Кешегі медреселерді қазіргі үлкен Гарвард немесе Оксфорд сияқты университеттерге айналдыра алмадық. Тіпті дінді экономикалық өсім мүддесіне де пайдаланбадық. Ал оны Европа елдері жасап кетті. Батыс Еуропаның гүлденуі дін сенімін дұрыс пайдалана алуында. Біз өз діни сенімімізді экономикалық мүддемізге қолданбадық. Солайша бізде мемлекетке және мемлекеттің экономикасына деген сенімнен де айырылдық. Сәлем, YouTube'да қарапайым экономика. Бүгінгі шығарылымда сенім экономикалық мүддеге жұмыс жасай ала ма? Және сенім арқылы мемлекеттерді гүлдендіруге және тоқырауға дейін жеткізуге бола ма? Сенім деп бұл діни сенім және адамдар арасындағы және мемлекет басшыларына деген сенімді қозғаймыз. Дінді мемлекет мүддесіне, экономикалық өсім мүддесіне пайдаланған елдер мен мемлекеттік сенімді дұрыс пайдаланған ұлттар мен ұлыстар жайлы айтамыз. Және біз дінді экономикалық мүддеге қаншалықты пайдалана алдық деген сұраққа жауап береміз. Видеоны соңына дейін көріп, ұнаса лайк басыңыз, достарыңызбен бөлісіңіз, қарапайым экономика арнасына тіркеліп, видеоға өз пікіріңізді комментарий бөлімінде жазып қалдырыңыз. Ал біз бастаймыз. Дін бұл өте нәзік. Ұстай алсаң, дін қасиетің, ал ұстай алмасаң, дін қасіретің. Кеңес одағы заманында дін апиын деген термин жиі қолданды. Анығында бұл түсінік қате екенін қазіргі қазақ қоғамы түсінді. Алайда діни зайырлылық, яғни діни бостандық, дінді дұрыс қолдана алмасаң апиыннан да жаман екенін көрсетті. Бір ғана мысал, Азаттық радиосы қазір таяу шығыстағы жанжал аймағында Қазақстаннан барған ересектерден бөлек 118 бала бар екенін, көпшілігінің әкелері сол жақта қаза тапқанын хабарлады. Елімізде кейде осындай жан түршігерлік ақпараттар тарап жатқанда, кейбір адамдар дінсіз қоғам құру идеясын ұсынады. Алайда қазақ халқы дінсіз дүбәра күй кеше алмайды. Дін біздің бір діңгегіміз. Олай болса біз қай жерде қателестік? Мемлекеттің басты қателігі дінді қажетті мүддеге емес, теріс пайдаланды. Анығында дінді дұрыс пайдалана алсақ, еліміз үшін керемет экономикалық өсім көрсетуге болар еді. Бұған мысалды сәл кейінірек айталық. Ал қазір еліміздегі дін саясаты кімдердің мүддесі үшін жұмыс жасады? Соны талқылап көрелік. 1994 жылы сол кездегі президент Сауд Арабиясының астанасы Эр-Риядқа сапары барысында кіші қажылық өтеп Қағбаға кірген. Осы сапардан кейін Қазақстанда ежелден қалыптасқан түркі мұсылмандығы жойылып, араб мұсылмандығы орнай бастады. Мешіт медреселерде басшыға бағыну, патшаға қарсы шықпау және елде бүлік ұйымдастырмау кеңінен насихатталды. Осы бір себептерден кей азаматтар мешіттерге деген көзқарасы да өзгерді. 2000 жылдардың басында билігіміз қандай болса, мүфтиятымыз да сондай екеніне көпшіліктің көзі жетті. Тіпті бас имамдарды ұлттық қауіпсіздік комитеті тағайындайтындай жағдайға жеттік. Бұл тенденция, яғни арабиялық ислам қазақ қоғамына жат еді. Ислам ғалымдары әділдікті талап етпеген, ақиқатты айтпаған адам мылқау шайтан деген. Билік пен мемлекетті шатастыруға болмайды. Мемлекет қастерлі де қасиетті ұғым, оны шайқауға болмайды, ал билік ондай емес. Осы кезеңге дейін қазақ халқы түркі мұсылмандығын ұстанып келді, яғни Қожа Ахмет Яссауидің ізімен. Соңғы 30 жылда мешіттерде 12 ғасыр бұрынғы пайғамбарымыз заманынан мысалдар келтіре уағыздар айтылды. Алайда осы 12 ғасыр бойы қазақ жерінде өмір сүрген қазақ халқының ғұлама ғалым, діндар азаматтарын ешкім атында атамады. Нәтижесінде арада 30 жыл өткенде біз асыл дінімізді мешіттерге қамап қойдық. Қазіргі қазақ қоғамына күнделікті тұрмыс тіршілігіне енгізе алмадық. Елімізде қаншама мешіт медреселер салдық, Египет сияқты қиырдағы елдерге оқысын деп балаларымызды жібердік, бірақ олардың арасынан 30 жылда Әл-Фараби де баласағында шыға алмады. Ал енді қызық бір мысалға назар аударыңыз. Бұл Испанияның Вальядолид қаласы. Мадридке дейін Испан империясының астанасы болған. Мұнда қазақтың бір тал гүлі, Гүлім есімді қызымыз тұрып жатыр. Түсінбей жатқан боларсыз, Гүлім испандықтар асырап алған қазақ қызы. Шетелге кеткен мыңдаған қазақ балаларының арасындағы бір тал гүл, Гүлім. Оның жағдайы жақсы, асырап алған ата-анасы өте жақсы адамдар. Бар болғаны 10 айлығында Қазақстаннан Испанияға кетіп, ертесіне таңертең Валентина Симон болып оянған ол жартылай жеке меншік, яғни ақылы мектепте оқиды. Ат спортымен, сурет салумен айналысады, болашақта мықты физик болсам деп армандайды. Осы арманымды жүзеге асыру үшін білімімді шыңдап көп оқимын дейді. Ең бастысы ол оқитын мектеп, яғни ақылы мектеп, діни оқу орны, яғни католик дінінің мектебі. Ата-анасы сияқты ол да католик дінінде. Ғайса пайғамбар анасы Мариямды Құдай ана деп санап сыйынып жүреді.
Иә, мектебі ақылы, оқу да арзан емес, бірақ білім сапасы өте жоғары. Мұнда физика, химия мен математика тереңдетіліп оқытылады да діни білім қоса беріледі. Асырап алған испандық ата-анасы оның жарқын болашағы үшін зор мүмкіндіктер жасаған. Оның католик дінін қабылдағаны үшін испандық ата-анасын кінәлай алмаймын. Маған ондай құқық азаматтық тұрғыда берілмеген. Басты мәселе бұл емес. Қазақстандағы қай медресе ғылыми білім беретін деңгейге көтерілді? Біздегі медреселер тегін, тіпті балаға 3 мезгіл тамағымен жататын оқу орны жатақханасы да беріледі. Алайда біздегі медреселер ислам діні қағидаттарымен қоса физика мен алгебраны, химия мен биологияны қоса оқыта ма? Әрине жоқ. Біз үшін дін мен ғылым бірін-бірі көрмейтін күн мен түн сияқты. Біз әлі де тарихтан сабақ алмадық. Егер тарихта біз отар болған болсақ, бойымыздағы күш-қуаттың аздығынан немесе діни біліміміздің таяздығынан емес, өнер, ғылым мен технологиялық тұрғыда дамымағанымыз себепті отар болдық. Осы қателікті қазірге дейін жасап келеміз. Мұхтар Мағауиннің «Бір атаның балалары» повесі есіңізде ме? Жетім қалған неміс баласын асырап алып, бауырына басып, тілін калимаға келтіріп, сүндетке отырғызған Ахмет Ақсақалды айтып отырмын. Қай ұлттың, қай діннің өкілі болсын, сол балаға пана болған адам өз наным сеніміне идірет, өз тілінде сөйлетет. Бұл таң қалатын, айыптайтын, жазғыратын дүние емес, бұл қалыпты жағдай. Ахмет Ақсақалдың неміс баласы Зихард Вагнерді Зекен Ахметұлы етіп қазақ қылғаны секілді, испандықтар да Гүлімді Валентина Панеда Симон етіп испан қылды. Бұл мысалды неге айтып отырмыз? Яғни адам баласы дінді өзі таңдамайды. Қоршаған ортасы қандай дін ұстанса, сол дінге бас иет. Мысалға, Дания, Исландия мен Норвегияда католик діні, ал Түркия мен Египетте ислам діні басымдыққа ие. Адамдарды біріктіруде, бірлікке шақыруда діннің рөлі ерекше. Мысалға, Норвегия, Финляндия, Швеция, Дания сияқты елдердің туында крест белгісін көреміз. Яғни бұл ел сол дін жолында тұтастық пен бірлікте екенін білдіреді. Немесе көптеген ислам діні басымдыққа ие елдердің туында жаңа туған ай мен жұлдызды көруге болады. Бұл сол елдің басым халқы ислам дініне бас иіп, ортақ бір мүддеге жұмылған білдіреді. Ал біз қандай сенімде, қандай мүддеде біріктік? Бүкіл бір Қазақстанды біріктіре алатын сенім бар ма? Елімізде өмір сүріп жатқан Юлдашев пен Александрды, Ахмет пен Лиді біріктіре алатын сенім бар ма? Мемлекетке деген ортақ сенім жоқ. Олай деуіме басты себеп мемлекеттік тіл өз тұғырына шыға алмады. Егер олар мемлекетке оның болашағынан сенсе, қазақ тілін әлдеқашан үйреніп алар еді ғой. Дін тұрғысында да ортақ сенім жоқ. Зайырлы ел болуды, яғни діни бостандықты дәріптеу халқымызды одан әрі сансыз көп топтарға бөліп тастады. Түрлі діни ағымдар елімізде өз қалағанынша, шама-шарқынша өз дінін насихаттауда. Онсыз да бір тұтас қазақ елі болып бірге алмай отырған ел едік. Енді басқасы аз болғандай діни ағымдар келіп аз ғана қазақты бөліп әкетіп барады. Басқасы деп отырған 90-шы жылдардың соңы мен 2000-шы жылдардың басында біз жер бетінде жоқ жаңа бір ұлт жасадық та оларға оралман деп ат қойдық. Олар жергілікті қазақтарға сіңісе алмады, тіпті өз арасында ғана қыз алысып, қыз берісетін, қодандаласатын жағдайға жеттік. Аз ғана қазақ тағы да бөліндік. Оралмансың дедік, шеттеттік. Әкесі мен шешесінің жатқан жерін, қабірін тастап, елім деп ұрпағының қамы үшін келген қандастарды бөлдік. Егер осы қандастар мен Қазақстан экономикасы тақырыбында видео көргіңіз келсе, комментарийге көргім келеді деп жазыңыз. Көп адам сұраса, қандастар Қазақстан экономикасына қалай әсер еткені жайлы видео жасаймыз. Ал қазір қазақ даласында бөлінудің жаңа түрі шыққандай. Бұл бөліну бұрынғысынан да қауіпті. Бұл діни бөлініс. Ата-анам мен айтқандай дінге кірмеді деп туған туыстарынан безген ұл қыз өсіп келеді. Тура мешіттердің алдында басқа діни ағымдар өз дініне шақырып жатады, ал кейде жұма намаздарында, тіпті басқа намаздарда имамнан басқа намаз оқитын түрк келбеті де, намаз оқу үлгісі де басқа адамдарды көзіміз шалып жатады. Жиылған жамағат имаммен бірге ұйып намаз оқыса, олар олай жасамайды. Өздері намазды бөлек және басқаша жасайды. Бұл да бөлінудің бір түрі. Ол адам Қазақстан Республикасының азаматы, алайда ол адам үшін президенттің де тіпті имамның да сөзі маңызды емес. Тек өзі сыйынатын діннің тәртібі маңызды. Экономика тұрғысынан алып қарасақ, бұл сепаратио эффектісіне алып келеді. Сепаратио бұл латын сөзі, қазақша аудармасы бөліну деген мағынаны береді. Тарихта болған алпауыт империялар не себепті бөлініп кетті? Себебі халықтың ортақ бір сенімі болмады. Кеңес одағы дінмен не себепті күресті деп ойлайсыз?
Олар Кеңес одағындағы барлық адамдар бір сенімде болса деген идеяны ұстанды. Ол сенім атеистік сенім еді. Осы себепте Киев пен Мәскеуде шіркеулер, ал Алматы мен Ташкентте мешіттер салынбады. Алайда олар адамдардың жүрегіндегі сенімді өшіре алмады. Анығында әрбір адам Құдайға мұқтаж, әрбір адамға дін мен сенім қажет, ал мемлекетке оның экономикалық өсіміне сенімнің рөлі ерекше. Кей азаматтар діни сенім экономикалық өсімге кері әсер етеді деп ойлайды. Анығында олай емес. Бұған мысал өте көп. Ең экономикалық қуатты ел саналатын Америка Құрама Штаттарындағы сауалнамада ел азаматтарының басым көпшілігі дін менің өмірімде ерекше рөл атқарады деп жауап берген. Европаның ең бай елі саналатын Норвегияда діннің рөлі ерекше. Оны біз Норвегия туындағы крест белгісінен ақ байқаймыз. Немесе кезінде орыстар мен шведтердің отарында болып, алайда бүгінде экономикалық қуатты ел саналатын Финляндия елінде де шіркеулер аса маңызды рөл атқарады. Олардың да туында крест белгісі бар. Германия елінің саяси жүйесін зерттеп көрсеңіз, бұрынғы канцлер Ангела Меркель басқарған партиясының аты Христиан партиясы. Ал Сауд Арабиясы мен Араб әмірліктеріндегі ислам дінінен басқа діни ағым жоқ. Яғни бұл елдерде бір дінге басымдық берілген. Діни бостандық, яғни зайырлылық бар, бірақ бір дінге басымдық берілген. Егер біздің елімізде бір дінге басымдық беріп, түрлі діни ағымдардың жолын бөгесе, заманауи медреселер мен діни университеттерде ғылыми білім берілсе, физика, химия мен биология тереңдетіліп оқытылса, жарқын болашаққа бастар жол осы болар еді. Ал біз кейде зайырлы ел боламыз, түрлі діни ағымдарға бөлінген ел болып барамыз. Шынымен де бір дінге басымдық бергеніміз дұрыс па? Сіз қалай ойлайсыз? Қарапайым экономика арнасы, тіркеліңіз, видеоға лайк басуды да ұмытпаңыз. Арнамыздағы басқа да қызықты әрі пайдалы видеоларды көріңіз. Аман, сау болыңыз.